Тәуелділіктен шығудың алғашқы нақты қадамдары. Құмар ойыннан шығу бір күнде болмайды, бірақ ол әрқашан бір нақты шешімнен басталады. Алғашқы қадам – өзіңе шын айту. Менде мәселе бар. Мен мұны жалғыз жеңе алмауым мүмкін. Сондықтан жүйе керек. Екінші қадам – ойынға қол жетімділікті шектеу. Қазақстанда бұл үшін ресми сервис бар. eGov Mobile арқылы адам өзін құмар ойындармен бәс тігуге қатысудан өз еркімен шектей алады. Алдымен бұл мерзім 6-12 ай болған, кейін 10 жылға дейін ұзартылды. Өтініш берілгеннен кейін адам автоматты түрде шектеу қойылған тұлғалар тізіміне енгізіледі, және өтініш кері қайтарылмайды. Бүгінге дейін 173.868 адам өзін осылай шектеген. Бұл қадамның жұмыс істейтінін көрсететін маңызды белгі. Үшінші қадам – жалғыз қалмау. Бір сенімді адамға айту керек: ағаға, әпкеге, досқа, жұбайға, психологқа. Төртінші қадам – ақша мен уақытқа қатысты тәртіп орнату. Қай кезде, қандай жағдайда ойынға кіріп кететініңді жазып көр. Бесінші қадам – көмек сұраудан ұялмау. Қазақстанда жаңа тәртіп бойынша құмар ойындарға тәуелді адамдарға мемлекеттік клиникаларда анонимді әрі тегін медициналық көмек көрсету тетігі кеңейтіліп жатыр. Бұл өте маңызды. Өйткені бұрын адамдар есепке тұрып қалудан қорқып, мемлекеттік көмекке бармайтын. Демек, енді мәселені мойындаған адам үшін ресми, қолжетімді жолдар көбейіп келеді. Ең бастысы, ертеңнен емес, бүгіннен бастау. Өйткені ерте қойылған шектеу, кешігіп жасалған өкінуден әлдеқайда пайдалы.